Қайырлы кеш, осы бірінші арнаның эфирінде информбюро, сіздермен бірге Аида Боранбай. Күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Әскери прокуратура жарты айдан кейін ғана Владислав Челыхтың сарбаздарды өлтірген мойындаған бейнені ел назарына ұсынды. Алматыдағы дауылдан бірнеше ғимарат пен көлік зардап шекті, олардың құнын үкімет өтей ме? Алматының өзін қарап бітшін шығар. Мэл Телеусізов Алматы әкімі Ахметжан Есімовті неге сотқа сүйреу керек деп отыр. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Челых ісіне қатысты жаңа мәліметтер бүгін ел назарын қайтадан Астанаға аударды. Оның тергеушілерге берген жауаптарының бейне жазбасын түстен кейін бас әскери прокурор журналистерге өзі арнайы көрсетті. Көрсетілген бейне материалда Челых 14 сарбаз бен қорықшыны өз қолымен өлтіргенін мойындаған. Алайда Челых жалғыз өзі бұндай қанды қырғынды қалай жасаған? Шешесімен кездесуде мен кінәлімін деп айтқан ба? Оны ұстаған соң жеке меншік Лексуспен алып жүрген бе? Аталмыш мәселелерге нақты жауап әлі жоқ. Также я начал продолжать опять в том порядке стрелять. Начал стрелять вот так вот. Так. Время нахождения на пограничном посту меня, как сказать, унижали, не ставили, что оскорбляли слишком часто. Челыхтың тергеуге берген жауабын экран арқылы көрсеткен бас әскери прокуратура халықтың көзін сендірді. Алайда немереме екпе жасаған деп дабыл қаққан оның атасы мен сарбаздың тілеулестерінің көңілі, оның жалғыз өзі 15 адамды өлтіргеніне сене ме? Әрі әскери прокурорда Челых қылмысты жалғыз жасаған жасамағанын нақтылаймыз дейді. Дегенмен тергеу Челых мойындауларына сүйене отырып, ол бұл қылмысқа әскердегі әлім жеттіктен соң барған деп есептейді. Челых тергеуде маған қатарластарым күн көрсетпейтін деп мойындапты. Бұған қоса Челыхтың анасымен кездесуінде де кінәлі екендігін мойындаған сәтін бейне жазбаға түсірдік дейді прокурорлар. Бірақ анасының сөзі басқа. Мы когда с ним встретились, когда он меня обнял, он тихонечко мне так на ухо сказал: мам, я этого не делала. А при них он говорил то, что... Потому что они все стояли. Челыхтың сөзінше ол қорықшыны куә қалдырмау үшін өлтірген. Ал прокурорлар Челыхтың мойындауымен оқиға болған орындар және сарбаздарға тиген оқтар бұлтартпас дәлелдер бола алады дейді. Мы провели освидетельствование его медицинское при его задержании. И экспертиза тоже подтверждает, что никаких телесных повреждений, свидетельствующих о том, что в отношении его применялось какое-то насилие, которое послужило бы основанием для совершения вот такого тяжкого преступления, нет. Ал Талғат Сәрсенбаевтың сақинасы туралы хаттамада Lexus көлігінің номері жеке меншіктікі сияқты. Сонда 15 адамды атып тастап, 4 күн бойы бүкіл күштік құрылымдар іздеу салған террористі Талдықорғанға жеке меншігі Lexuспен жеткізген бе? Мирзадинов көлікке Челых ұсталғаннан соң отырды дейді. Әскери прокуратура Челыхтың ақыл естінің дұрыстығын әлі тексеретінін жеткізді. Осы уақытта бұл оқиғадан соң шекара қызметінің директоры генерал-майор Нұржан Мырзалиев қана өз еркімен отставкаға беріпті. Ал 14 сарбаздың үшеуінің денесінің күлін сараптама әлі анықтаған жоқ. Болат Мүрсәлім, Арман Бөкеев, Информбюро, Астана. Өзге де жаңалықтар. Алматы қаласында ғимараттардың шатырлары қатты соққан желге шыдас бермей, бірнеше жеңіл автокөлікті басып қалды. Тіпті бағандарға дейін жел жұлып әкеткен. Дүлей дауылдар ендігі жерде елдің шығыс өңірлеріне ауысы мүмкін дейді синоптиктер. Құтқарушылар кешегі дауылдан дөңкейіп жатқан ағаштарды аудара алмай әлек. Бірнеше темір тұлпар жарамсыз болып қалған. Қолын сындырып жарақат алған көлік иелері сақтандыру компанияларының көмегіне жүгінем деп 15 дауға ұрынды. Өйткені ешкім өтеп бермейді. Ал үйлеріне зақым келген тұрғындар кешеден бері естерін жиялар емес. Себебі 4 қабатты ғимараттардың шатыры келесі үйдің ауласындағы адамдар көп жүретін жолға құлаған. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Қазір табиғаттың тосын мінезінен келген шығын көлемі анықталып жатыр. Поступило сообщение оперативному дежурному службы спасения города Алматы. Төтенше жағдайдың зардаптарын жою мен қалпына келтіру жұмыстарына 10 адам және 7 техника жұмылдырылды. Үйінде астында қалған көліктерді босаттық. Подъезге кіретін жолдарды аштық. Залалсыздандыру жұмыстарын бүгін кешке дейін бітеміз. Айтып келмейтін табиғат апатынан Тайвань елі де зардап шегіп отыр. Қатты жауған жаңбырдан 6 адам көз жұмса, 1000-нан астамы қауіпсіз аймаққа көшірілген. Тұрғындардың көпшілігі лай көшкіні салдарынан қаза тапқан. Сонымен қатар 4 адамның өлтірісі әзірге беймәлім. Оның үшеуі кішкентай бүлдіршіндер.
Бұл елде 4 күн бойы толассыз жауған жаңбырдан 1200-ден астам үйге зардап келген. Ал Тайвань аралының басшылығы дауылдан келген зардаптың шығынын есептеуге кіріскен. Әзірге өзге мемлекеттерден гуманитарлық көмек көрсетілмеді. Хабарымыз жалғастырамыз. Ахметжан Есімов Алматы қаласын ағаштан жалаңаштандырған әкім ретінде ғана елесінде қалады. Осылай деген эколог Мэл Селеусізов орман сатқан әкімдерді сотқа сүйреу керек дейді. Айтуынша Алматы мен облыс маңындағы жайқалған орманнан бүгінде түк қалмаған. Алматының өзін қарап бітшін шығар. Мен ана есемді айтып отырмын, бірінші лесоруб деп. Қанша ағаштың бітшін? Оның бәрін ақша үшін. Пайда тауып жатыр. Олардың істемегені жоқ, бұл айтқанда. Табиғат жанашыр Алматының ағашын бітіріп, енді келі қорықтарды отауға көшкен шенеуніктер заңды аяққа таптап жатыр. Заң бойынша орманды жерлер мемлекет меншігінде сатуға тыйым салынған дейді. Сондықтан шаһардың ажарлығынан гөрі қалталылардың берер базарлығын артық көретін әкімдіктердің көзін қазір құртпасақ қалған байлығымыздан да айырыламыз деп дабыл қағады. Ол түгілі қоршаған ортаны қорғау басқармасындағылардың өзі ағаш қырқуды бизнеске айналдырыпты. Көше бойындағы жас теректерге дейін пайда көретінен тілге тиек етті ол. Ал Шымкент қаласының орталығындағы аква саябақ жермен жексен болмақ. Сот шешімімен ондағы инфрақұрылым талапқа сай келмейді деп танылған. Оған сәйкес ғимараттар жеңіл конструкциямен салыну керек екен. Бақтағы ғимараттар ауыр құрылыс материалдарынан тыңғылықты етіп соғылған. Қала орталығындағы аквабағына қатысты жанжал 4 жыл бойы созылып келеді. Сот шешімімен осы уақыт ішінде саябақ қақпасы талай бұзылып, талай рет қалыпқа келтірілген. Бұған ең алдымен оңтүстік өңірінің аптап ыстығында демалатын жер іздейтін халық наразы. Что могу сказать про аквапарк туралы естігенде таң қалдық. Күн ысып тұрғанда оны қиратып жатыр. Біз балашыға немерелерімізбен үнемі демалуға баратын едік. Жанында толып тұрған кафелерге неге тимейді, түсінбеймін. Биыл сот орындаушыларының айтуларынша ондағы 2 мейрамхана мен қызмет көрсететін шағын ғимараттар мен гольф алаңшасын көзін жою көзделген. Снести в принудительном порядке. Қиратуға мәжбүрміз. Бұл сот шешімін орындауға 4 жыл кетті. Осы уақыт ішінде еш нәтиже болмаған соң біз қиратуға кірістік. Біз тек орындаушымыз. 10 жыл бұрын бұл жер қала әкімінің шешімімен аквабақ құрылыс үшін берілген дейді бақ басшылары. Алматылық жобаны жергілікті әкімдік қолдаған. Араға 5 жыл өтіп, оның заңсыздығын анықтаған құзырлы органдар содан бері тыныштығымызды бұзды дейді олар. Городскую областную администрацию. Біз барлық сот табалдырығын тоздырдық. Барлығы инфрақұрылымдарды қирату керек деп қадалып отыр. Аквабақсыз әрине демалыс орны құрдымға кетеді. Бұл жайт бүгінгі жергілікті билік басшыларында толғандырмай қоймаса керек. Қала әкімдігі бақтың толық қиратылуынан қорғаймыз деп сендіреді. Әкімдік тарапынан осы аквапаркты бұздырмаудың заңды жолдарын қарастырып жатырмыз. Айта кететін жайт, аквабақтың айналасы дәл сондай ауыр конструкциялы ғимараттарға толы. Ануар Бірімжанов, Мира Сүлеймен, Азамат Жанаспаев, Информбюро, Шымкент. Алматы облысы Қарабұлақ ауылында 100-ге тарта бала тәрбиелейтін орталық жабылды. Оған себеп бала бақша өзін-өзі қаржылай ақтамайтын көрінеді. 640-қа тіреліп жұмысын тастауға мәжбүр болған ата-аналар аудан әкіміне барып шағым бақша. Ашынған ата-аналар балаларын жетектеп Қарабұлақтағы қант зауытының маңайында жиналды. Олардың айтуынша бірнеше күннен бері қараусыз қалған балаларын әкімдікке апаратындарын жеткізді. Балалар орталығының есігіне құлып салған шенеуніктер қараусыз қалған балаларды қарасын деп бекінген ата-аналар. Экономика басқармасына барып мәселелерді талқылаймыз. Себебі қазіргі кезде бізде де бұл бақшаға қаражат бөлінбеген. Бұл дотациялық аудан болғандықтан біз әр шыққан тиынға есеп беруіміз керек. Мұғалімдер жалақысын көтереміз деген уәделер бүгінде шындыққа айналуда. Өрлеу ұлттық педагогтардың біліктілігін арттыру орталығының ашылуы бұған дәлел болмақ. Аталмыш орталықта білім алған ұстаздардың жалақысы 100%-ға дейін көтеріледі. Бұл оқыту курсындағы оқу бағдарламасының негізгі идеясы мұғалімдерге, педагог мамандарға жаңа форматта білім беру. Яғни осы Кембридж университеті ғалымдарының тәсіліне негізген оқыту курсында оқу бағдарламасының 7 модулі қамтылған.
Кембридж университетімен бірге дайындалған жаңа бағдарлама 3 айлық оқу курсы арқылы өтеді. Ал курсқа Қазақстанның барлық облысының мұғалімдері шақырылады. Орталық жыл сайын республиканың 70 мыңнан астам мұғалімін курстан өткізбек. Оны бітірген ұстаздар емтихан тапсырып арнайы сертификат алады. Және курсты бітірген мұғалімдердің жалақысы көтеріледі. Бағдарламадағы 7 модульдің бірі жаңа технологияны қолдану сабақтары. Біздің өрлеудің құрылуының ең бірінші себебі осы ұстаздардың біліктілігін арттыру, жаңа технологияларды қолдану. Үкіметтен алынатын жәрдемақылар бір жүйеге келгенмен елімізде әлі күнге дейін мүгедектік туралы құжаттарын рәсімдей алмай сандалған жандар көп. Ақ халаттылар бекіткен қағаздар бола тұра науқастар неліктен жәрдемақыға жете алмай жүр. Осы мәселе жөнінде қарапайым халық пен шенеуніктердің арасындағы келіспеушіліктің туындау себебіне Лимара Салих біліп көрді. Күнделікті қабылдайтын дәрінің арқасында ғана Анастасия толыққанды адам болуға тырысып бағады. Небәрі 21 жасында арылмайтын қан ауруына шалдыққан жанның жан жарасы да жазылмастай болған. Әкесі өскен қыз анасынан да көз жазып қалады. Жетім қыз жалғыз тіреушісі әжесіне келгенді. Алайда мұнда да тағдыр оны әлдилемепті. Күркешеде күн өлтіп ішерге ас таппай шыққан. Апам екеуміз аздап аламыз бұлар. Неге жетеді, соны аламыз. Дарымды аламыз, болды. Сонымен ақша бітеді. Немерем науқас қой, кейде қатты ауырып қалғанда не істерімді білмей қалам. Өзімнің де 2 аяғым жүргізбейді. Көзім көрмейді, не құжат жоқ. Қатты қиналып жүрміз. Жүйке жүйесінің сыр беруінен мүгедек болған Анастасия 18 жасында сүйген жанмен отауда құрған. Алайда жанұялық бақыт басына ұзағынан жазылмапты. Көп замай ащы суға еріккен ер адамнан кеттім дейді. Кеткенмен баласын бұрынғы күйеуі бауырына басыпты. Баламды алып алды, сонан кейін барып тұрам қазір, бірақ сонда да көп көргізбейді. Қарызға батып күн кешкен қыздың бір басына түскен қиындығы жалғыз бұл емес. Жеке куәліктің жоқтығы науқас жанға мүгедектік туралы бір жапырақ қағазды алуға да қол байлау болған. Кесірінен үкіметтен алуға тиісті жәрдемақыдан да қағылыпты. Анастасия Хисматуллинаның жағдайымен танысып отырғанымыз осы. Осылай деп қарсылған ауыл әкімдігіндегілер әлеуметтік көмекті де жоқ құжаттарды да қалыпқа келтіреміз дейді. Көмектесеміз оған. Енді жағдайларын, енді документін жазса, пособие Құдайға шүкір беріп жатыр қазір. Сол пособияға орналастырамыз. Қалай болғанда да жетім қызды жеке қарауын алған әкімнің қаншалықты уәдесінде тұратынын болашақ көрсетеді. Лимара Салих, Ернар Құсайынов, Информбюро, Алматы облысы. Информбюроның екінші жартысынан көретіндеріңіз. Елімізде жас отбасылар неліктен көп ажырасады? Жылына 100 мыңға жуық отбасының тіл тапсалмауының себебін психологтар қалай түсіндіреді? Биыл Лондон Олимпиадасына қатысатын 3000 мұсылман спортшы шілде айына келетін оразан тұтама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Назарларыңызда Информбюро. 25-30 жас аралығындағы отбасылардың ажырасуы неге жиілеп кетті? Жыл басынан бері елімізде 33 мыңға жуық жас отбасы шаңырақ құрған екен. Алайда олардың 11 мыңға жуығы некесін бұзып тынған. Статистика агенттігі таратқан мәліметтерге сай неке бұзу жөнінен Қарағанды, Алматы мен Шығыс Қазақстан өңірлері көш бастап тұр. Шаңырақ шайқалтпай отбасы бірлігін сақтап қалу үшін жас жұбайларға не істеу керек? Психолог мамандардың кеңесін Жанар Жолтаева тыңдап қайтты. Қазақстандағы әрбір 3-ші неке бұзылуға бейім. Статистика агенттігінің мұндай қорқынышты көрсеткіштері қоғам арасында құндылық ретінде қалыптасқан отбасы атты әлеуметтік институттың мәнісі жоғалғанын айғақтайды. Жыл басынан бері 33 мыңға жұп неке суын ішіп, ерлі зайыпты атанып шаңырақ көтерсе, ауызбіршілігі жараспай ажырасқан жанұялар қатары 10.900-ге жетіп жығылған. Жаңадан әрге көтерген жас отбасыларымыздың осылайша тез ажырасуының бірден бір себебін психолог мамандар адамдардың бірін-бірі жіті танып білмеуінен деп топшылайды. Ол кісінің мәдениеті мен сіздің мәдениетіңіз ертең сәйкес па? Мысалы, ол ағылшындардың бір мақалы бар. Сіз күлген анекдотқа ол қыз күлмесе, онда үйленбей қойыңыз деп. Не дегенде екеуіңіздің қызығушылығыңыз ортада болса, жаңа сіз айтқан екінші жолы деген үйленген. Олар саналы түрде бірін-бірі құрметтесе, міндетті түрде ертең-кеш екеуі бір кітапты оқиды, екеуі бір киноға барады, екеуінің қызығушылығы бір болады. Сонда 3-4 сағат қыз бен ұлмен бірге сөйлесіп отыра аласыз ба? Онда үйлене беріңіз. Сезімге мастанып ақылдан адасқан адам қарсы алдында тұрған сүйіктісінің кемшіл тұстарын байқамайды. Психоанализ тілімен мұны психологтар сананың өзгерген түрі деп атайды екен. Алайда тек эмоциядан құралған мұндай бірлік ұзаққа апармайды. Сондықтан үйленуге саналы түрде келген дұрыс дейді мамандар. Нужно хотя бы как минимум в школах вести новую дисциплину, как семейные отношения, и экономика.
Потому что, если честно, в жизни мы работаем, и нам математики, геометрия и некоторые другие предметы вообще, вы когда-нибудь на работе использовали интегралы или еще что-нибудь? А вот именно такие жизненные предметы, как семейные отношения, там, экономика, они нужны для общества. Мы, родители, создаем какие-то условия, но от детей надо понимать, что семья – это семья, бросать его нельзя, детей тем более не надо бросать. Что ребенок, оставшись без отца, это уже, может быть, потерян для общества ребенок когда-то в будущем. Ну а женщинам тоже надо понимать, что мужчины не всегда имеют профессию по душе, по их требованиям. Ажырасу қаупінің алғашқы толқыны 5-6 жыл өткенде туындайды. Екінші қауіпті кезең 10-15 жыл некелескен отбасылар арасында. Ал үшінші шешуші кезең 20-25 жыл ортақ шаңырақ астында отырған адамдарға тән. Егер ерлі зайыпты осы 3 кезеңнен аман өтсе, өмір бақи жүктары тарқамайды дейді мамандар. Психологтар пікірінше екі жарты бір бүтін атану үшін өмірлік жолдасыңызды дұрыс таңдап білген жөн. Абайдың білесіз тұрған 4 көрсеткіші бар, сонда ең соңы ақылды қызға үйленіңдер деп айтады. Мен соны айтайын деп, ақылды қызға үйленсеңіз, ол ақылды қыз өз жолын табады. Сізбен отбасын қалай сақтап қалу керек, сізбен бірге жақсы қалай тұру керек, сіздің көңіл күйіңізді қалай табу керек. Сонда мен ойлаймын, ақылды қызды тапсаңыз ұтылмайсыз. Жанар Жолтаева, Ренат Абулхаиров, Нұрбол Қызықбаев, Информбюро 1 арна, Алматыдан. Ал Алматыны роботтар жаулады. Шаһарда өткен жансыз бейнелер көрмесі тұңғыш рет ашылып отыр. Жапония мен ақштан әкелінген роботтардың 20-ға жуық түрі өзінше ерекше. Олар ән айтып, би билеп береді. Тіпті үйіңізге де қарауыл бола алады екен. Роботтардың басқа да істерге пайдалы жақтары жетіп артылады екен. Олар өздері доп теуіп, үлкен ойында ұйымдастыруға құлықты. Тіпті кейбірі Гиннестің рекордтар кітабына да кіріпті. Мәселен, iSobot атты мына робот көлемі жағынан әлемдегі ең кішкентай болса, панда балаларға ағылшын тілін оқытуда алдына жан салмайды. Ал робораптор үй жануарыңызбен ойнап, кез келген тапсырмаңызды мұқият орындауға тырысады екен. Роботты қалай тәрбиелесең, олар солай өседі. Егер үнемі еркелетіп ұстасаң, оған да үйренеді. Керісінше дауыс көтерсең, оларда мінез таныта бастайды. Және мұнда өздеріңіз көріп тұрғандай, оларды басқарудың еш қиындығы жоқ. Биылғы Лондонда өтетін Олимпиада ойындары Рамазан айына сәйкес келеді. Жазғы ойынға шамамен 3000 мұсылман спортшы қатысады деген ақпарат бар. Халықаралық Олимпиада комитеті Рамазан айында осыншама мұсылманның ораза тұтуы ойынның қызу бәсекесіне кесірін тигізуі ықтимал деп алаңдаулы. Өйткені Сауд Арабиясы немесе Иран сияқты ислам мемлекеттеріндегі Олимпиада комитеті спортшыларға ораза тұтуды талап етуі мүмкін. Тіпті оразаны кейінге қалдыру мәселесі кейбір мұсылман елдерінде айыпталуы ықтимал. Арнайы зерттеу жүргізген халықаралық комитет жарыстар мен сайыстардың көбін таңертең ерте өткізуді қарастырып жатыр қазір. Сондай-ақ Олимпиада барысында мұсылман спортшылардың ауыз бекітулеріне де жағдай жасалады деп хабарланып отыр. Ал біздегі діни басқармасындағылар қазақ спортшылары оразасын кейінге қалдырып, артынан өтей алады. Бұл міндет жолаушы мұсылмандарға жеңілдетілген. Осы жеңілдікті пайдаланулары тиіс дейді. Егер кімдегін жолаушы болса, немесе сырқат болса, өтелмей қалған күндерін басқа күндер өтесін деген. Яғни осы бір Құран аятына сүйене отырып, біздің спортшыларымыз тәуелсіз еліміздің мәртебесі үшін, намысы үшін сол жерде беделін арттырып, көтеріп, келгесін қалаған уақытында қанша күн қалса, соны күнді мүмкіндігі болған уақытта ұстап беруге болады. Польша астанасы Варшава кешелі бері футбол емес үлкен қақтығыстар ортасына айналды. Әлемдік деңгейдегі спорттық форумның сәнін кетірген жанкүйерлер болды. Нақтырақ айтсақ, Ресей ұлттық құрамасының жанкүйерлері Варшаваның астан кестеңін шығарды. Бұл елге арнай келген 20 мыңға жуық қонақ мыңдаған поляктардың шамына матч барысында теген болатын. Бұл Ресей деген үлкен баннерді жайып салған олар үлкен даудың басын бастап та жіберді. Өкініштақ, жанкүйерлер басбұзарлығы мен нәсілшілдік деген мәселе әлем спортының қасшауына айналғалы қашан. Бұл глобалды мәселемен көп жылдан бері спорт шенеуніктері алысып келеді. Бірақ жеңетін түрлері жоқ. Еуро 2012 турнирінің топтық кезеңінің екінші туры басталғанда да бұл дау қайта көтерілді. Польша мен Ресей арасындағы матч аяқталғанда қос тараптың табынушылары стадионнан шыққан бетте-ақ бір-біріне жұдырығала жүгірді. Қалың топтың төбелесін тоқтатуда қолда бар құқық қорғаушылар жаппай араласқанымен ешқандай шара жасай алмады. Нәтижесінде қақтығыстар келесі күнге дейін жалғасын тапты. Көптеген жанкүйерлер ауыр жарақат алды.
Варшава қызыл қанға боялды. Енді істің мән жайын УЕФА-ның тәртіп комитеті мен Польша мемлекетінің құқық қорғау қызметкерлері анықтайтын болады. Ал матчтарға келер болса, қос ойында жап-жақсақ өтті. Алғаш болып Вроцлав қаласында Чехия мен Грекия командалары сынға түсті. А тобында бақ сынайтын қос ұжымның да жағдайлары мәз емес еді. Гректер алғашқы ойында бір ғана ұпай еншілеген болса, чехтар мүлде жеңіліп қалған еді. Сондықтан ойыншылар мен жанкүйерлерге қысым көп артылды. Ойын батыс еуропалықтардың толашы шабуылдарымен басталды және 3-ші минуттағы Петр Ирачиктің арқасында олар алға шықты. Ал арада небәрі 3 минут өткенде гректер қақпасына тағы бір гол соғылды. Бұл жолы Вацлав Пиларж мергендік танытты. Тығырыққа тірелген Грекия құрамасы екінші таймда тәп-тәуір ойнай бастады. Бір доппен есе қайтарды да. Олардың сапынан Теофанис Гекас қанжығасын майлады. Әйтсе де жеңіске жетелер кезекті голдар көрінбеді. Нәтижесінде Чехия турнирдегі алғашқы 3 ұпайын еншіледі. Кездесу соңында Чехия жанкүйерлерінің қуанышында шек болмады, өйткені олардың командаларында плей-оффқа мүмкіндік ашылды. Ал грекиялықтар жағдайдың қиындығын сезеді. 2004 жылғы чемпиондардың тағдыры енді қарсылас командаларының қолында. Топтың лидері Ресей құрамасы Варшавадағы ұлттық стадионда Польшамен жолықты. Басты фаворит саналған Дик Адвокат командасы бұл матчта жеңіске жетуді мықтап көздеді. Сондықтан болар ресейлік жанкүйерлерді өздерін еркін сезінді. Ал жергілікті футбол табынушыларының жүректері өрекпігендігі шындық. Өйткені бұл матчтағы жеңіліс поляктарда ұятты жағдайда турнирден шығарып тастар еді. Ойын қонақтардың толық бақылауында өтті. Нәтижесінде 37-ші минутта Ресей Алан Загоев соққан голдың арқасында алға шықты. Есептеселер де мүмкіндіктер болды, бірақ көптеген сәттері мүлт кетіп жатты. Польша шегінерге жол жағы екендігін жақсы түсінді. Екінші таймда олар белсене қимылдады. Кейін белгілі болғандай бекерге емес екен. 57-ші минутта Якуб Блашиковский қарымта голдың авторы атанды. Кездесу соңына дейін таблодағы көрсеткіш өзгермеді. Матч соңында Польша халқының қуанғанын көрсеңіз, басты фавориттен тең ойнаудың өзі оларға ерлік болды. Енді поляктар соңғы турда чехтарды ұтса ширек финалға қадам басады. Әзірге бұл тапта Ресей 4 ұпаймен бірінші, екінші орында Чехия, поляктар мен гректер 4-тікті түйіндеп тұр. Бүгін Б тобында супер матч ойналады. Голландия құрамасы Германиямен бақ сынаспақ. Бас жүлдеден дәмелі қос тараптың да жеңіске ұмтылары анық. Бірақ қызғалдақты елдің өкілдеріне үш ұпай ауадай қажет. Олар бірінші турда ойда жақта Даниядан жеңілгені бар. Енді сол олқылықтың орнын толтыратын сәт осы. Жеңіліс оларды турнирден тыс қалдырады. Әрине Нидерландтардың діттегені бұл емес. Біздің басымыздағы жайтты қазір ерінбегендер айтып жүр. Бірінші турда жеңілдік, енді жағдайымыз қиын. Дәл осы матч менің жігіттерімнің шынайы мінезін көрсетуі тиіс. Жоғарғы деңгейлі команда екенімізді дәлелдегіміз келсе, мықты Германияны тізе бүктіруге мүдделіміз. Ал Йоахим Лёв баптайтын алманиялықтардың алдағы матчқа көтеріңкі көңіл күйде дайындалуда. Немістер өз топтарында бір мықтыны жеңе алды. Егер бұл кеште олар екінші мықтыны да сағын сындырса, турнирдегі әлеуеттер айқындала бастайды. Әйтсе де темірдей тәртіп сақтайтын немістер ол жеңісті ұмытқалы қашан. Енді олар бейне бір финалдағыдай ойын көрсетсек деп армандайды. Алда бізді маңызды ойын күтіп тұр. Тобымыздың қаншалықты мықты екендігін білесіздер. Сондықтан бір сәтке болса да босаңсу танытпау қажет. Голландияның шамасын айтпасам да анық. Олар әрбір қателікті пайдалануға тырысады. Б тобында тағы бір матч ойналады. Бұл жолы Криштиану Роналду бастаған португалдар Даниядан айласырып көрмек. Ержан Кошкымбаев, Мадина Абдрашитова, Информбюро. Бүгінге осы алда жарнама және ауа райы мәліметі. Одан әрі Информбюроның орысша нұсқасын көріңіздер. Айдан аман, жылдан есен болайық.